Украина баш прокуратурасы капаржылыққа қаршы органлар иле бірлікте приват банкқа айт бір қач ішні тақиқ еті. Бұны баш прокурор Юрий Луценко білдіре. Оның сөзлеріне көре, енді юз ташынмас мүлкінің объекті апис етілген Малие Моэссенің одунч комитетінің азаларына қабатлар азарланыла. Бұның еле баш прокуратура весиқаларына огрене ве девлетке зиян кетірілмесіне алақасы ола білген Милли банкының хадимлеріні сораштыра. Евел приват банкының идаре рейсі Александр Шлапак баш прокурорының адына мұраджатына берген еді. Онда банкының сабық приреті Елештірувінден әвел қанунсыз әмелиятларына кечерген қайт етілген еді. Шу жүмледен приват еле бірлікте çalışқан шіркетті 389 миллион доллар, 60 миллион евро миғдарында одунчлер алынған еді. Хатырлатам, былтыр декабрінің 21-бірінде приват банк девлет мүлкиетіне кечті. Оның әвелке сайыплері Игорь Коломойский ве Геннадий Боголубовдар.